косулуп турат. Так, тағы білет, өтімсіздіктер дейді, острой кишечной непроходимость. Ол түрлері, грыжа, да? Тромб, заворот, инвагинация, опухоль, спайка. Грыжа деген ол қапшықсақ болып томпиып тұрады да? Тромб деген тромбтың қан тамырларында. Тромбтың қан тамырларын тек қол жаңағы жоғары шажырқайты, төменгі шажырқайты, ол екеулері ғана бірігіп, полный түк тоқшатпен деген шекті. Сол жаңағы заворот деген ол жаңағы шектің бұратып қалу. Сосын жаңағы инвагинация ол шек-шекке кіріп кету деген. Сосын шек қалып жағдайда қосылады соқыр шекке. Хан, менің даусыңды өшірші, пожалуйста, сен... Егер де балаға біз сүт алды да, сүтегі балаға, сүт еміп тұрған балаға, мысалы 5 ай, 6 айға, оған прикорм бермей тұрып, үйдегілер мысалы, сен тастап кеттің баланы біреуге да, беріп қойса мысалы, кейбір біреу береді мысалы, не то что там, алма біреу не банкадағы нені малинованный бере салды, ол қоздырады ғой перистальтиканы, шек-шекке кіріп кетеді. Ол клиника опасно, біз қарағанда оқыған кезде менің өзі фазында, қазір керемет мұнда Марат Мажиевтің несі баласында сондай болды жағдай. Сонда болса клиникасы қарағанда бала уже мазасы болды дейді. Ол келуге сабақ берді, мазасы болды дейді. Оны сен былай ешқандай ойыншық беріп оған. Былай тербете алмайсың бала, потому что шек-шекке тартады оны. Сол кезде шажырқана бірге нервтер тартылады ғой, мазасы болады. Клиника жесткая клиника. Тем более онда там не болады, өтімсіздік болады, непроходимость, газы жоқ бәрі да, ол инвагинация. Сосын оны апарып Александр беріп да, может оны өз қалпына келдіруге. Ол кісінің баласын именно кіріп кетті да, ол кесті оның баласын. 2 рет операция ұшырады баласы. Сосын 3 рет өзі барды, обычно хирург бармайды ғой. Сондықтан осы непроходимостың басын алайықшы, ең басында. Шек-шекке кіріп кетеді. Ол социальный получается, ол біз балаларымызды біреуге тастап кетеміз и инструкция бермейміз. Сосын мысалы сол операция жасайды ғой, ол операцияның спайка пайда болады, дұрыс па? Спайка тоже өтімсіздіктің себепкері болады. Көрдіңіздер ме? Осы біздің сабақта біз біреуін алайықшы, хотя бы осы өтімсіздіктің жаман түрі инвагинация. Оны біз үлкен кісілер дұрыстап түсіндірмейміз, әжелеріміз көкіректі, баланы тастап кетеміз. Ол береді ғой көкөніс, жасыл нәрсе береді. Даже любой нәрсе жемеген бала. Оған, может, жіңішке қосып кетеді перистальтикасы, артып кетеді, шек-шекке кіріп кетеді. Түсінді ме? Сосын енді тағы не дейміз ана? Крик несін... Сұрақ қойсам бола ма? Енді симптомдар, мысалы, запор, да, запор, понятно, өтімсіздіктің запор деген ол нәрсе жаңағы шықты, да, сосын резко шауырады, да, шауырған кезде ол, мысалы, тамаққа байланысты емес, просто тамақ ішпей тұрып, өзінен өзі шауырды. Сосын ішіндегі газды көбейеді, қампиып кетеді. Сосын тағы не болды? Мүмкін құсуға адам болады. Мүмкін құспауға. Сосын неме, Ағай толғақ тәрізді. Қан соғымы, пульсация. Сосын неме. В общем, проблеманы біз қалай шешеміз? Видите, мысалы, ол енді любой не ішіміз ауырса да, жаңағы біз енді іш қылсамыз бөлеміз регион эпигастрика, мезогастрика, гипогастрика. Дұрыс па? Сосын бітіп жатыр ма конференциямыз? Енді диагностика қалай көреміз? Сеземіз, ауызпультация жасаймыз. Егер ішке былай тыңдаған кезде, ол іштен қорылдаған іштегі естімейді. Все, тыныш болып қалады. Сосын биохимия, анализ бәрі, ол бәрі больница жасайды. Біздің, когда іш ауырған кезде, бізде проблема жоқ, мы сразу диагностика аппендицитпен.
егер де біз әне міне дегенше мысалы бір адам айтады грелка салыңдар дейді жылытыңдар дейді да ішін потому что бізде қазақта сондай бар мақала бар мысалы бала туған баланы ішіне суық келместен кәдімгідей жақсы көрпейді да көрпелеп қояды ана қозының терісінен жауып қояды ондай бар ол балаға нормально балаға акада кісі алған кезде ни в коем случае қыздыруға болмайды грелка салуға болмайды біреу айтады 100 грамм ішіп ал дейді біреу айтады грелка сал дейді біреу айтады кришна жаса дейді дұрыс па ондайды біз бармау керек бас тарту керек ондайдан но главное біз аппендициттен өйткені оның көбінесе сол үйтеді да бұл жаққа шығып кетеді да осы аппендицитті біз өткізбеу үшін оны бастан ауыртпай кәдімгідей как стенокардия сияқты да стенокардияны біз мысалы 20 минут күтеміз да сосын госпитализировать етеді дұрыс па әйтпесе ол өліп қалады біз кеттік ол 10 минуттан өтіп қалды қазір жағдайда біз стенокардия болады деп окс-тан госпитализируем да басты ауыртпай дұрыс па госпитализируем сосын немене оны неде шмат судорожный мониторинг артериальное давление жасайды потом жаңағы холтерс мониторинг бір сутка жатады бір сутка екі сутка жатады шетелде солай бізде де солай болып жатыр дәп солай аппендикстің ойнау болмайды сразу госпитализировать басты потому что не если біз оған назогастральный зонд салып да оның воздухын шығара алмаймыз да ол да әдіс қой дұрыс па қолыңнан келсе жасайсың но қолыңнан келмесе оны түк жасамайсың промывание жасауға болады да там немен промывание жасайды скорая помощь немен промывание жасайды обычно немен перманганат калия ма да просто сумен да мысалы если там острокишечное отравление да пищевая токсикая инфекция сондай жедел жасайсыздар сосын енді адам көбінесе бір рет құсса или дәреті болса да обычно ол ағарып кетеді вообще сол рвотаның диареяның жаман жері да рвота диарея понятно бізде может быть запор диарея жоқ мысалы но құсты бір рет екі рет вот құсқан это опасно тоже адам потому что құсқан кезде оказывается біз ойлаймыз жай құса салды оказывается именно кальций соли тяжелого кальций калийді теряется көп оказывается ауыр тұздар теряется автоматически құсқан кезде сондықтан бүйткенше ол ағарып тұрады көз алдымызда аппақ болып тұрады ол уже интоксикация түрі то что он теряет керек нәрселерді теряет етіп жатыр да так неше адам қосылды бізде біреу екеу үшеу төртеу бесеу алтау жетеу сегіз пекинский да шарт побери вообще халид тұр ма әңгіме сосын суреттер жақсы болғаннан алып шықтым халид ендігі сабаққа келгенде сол тағы жалғастырамын ғой не туралы ендігі сабақта так бауыр ішек бүйрек коликасы да так сосын жедел аппендицит туралы асқазан және өңеш так 12 ішек ойық жарасындағы өтіп аламыз калиттікі мынау калиттікі мынау емес осы да калит да то есть осы калит аппарат бізде өтімсіздікке дұрыс па любой қабылдау процесс аппарат өтімсіздікке это понятно дұрыс па потому что шек қабылдамайды ғой перистальтика болмайды дұрыс па потому что ол ауырсынады ғой перистальтика тем более ішінде жара болса а біз уже басында айттық қой перитонит перитонит ол вообще ол өте да өте күлді енді өтімсіздіктің енді диагностикасы қиын емес шығар
өзі адамға айтады да, үйдегілер айтады да. Что мысалы дәрет жоқ, запор дейді. Сосын немене? іші қампиып кетті да, газда көп болды. Сол құсты дейді. Так, потом неме? Енді тамыр ұстаған кезде именно почему тамыры да тахикардияға апарады. Сосын шауырады. Көбінесе былай гастрит, Аға еще метеоризм болады екен ғой. метеоризм деген ол газообразование. Метеоризм деген жазып қойды, ол газ пайда болады. Газ. Повышение содержания газа. Поэтому азот определяет уровень хлоридов, лейкоцитов и азота. Азот көбейіп жатыр организмде. Міне сол, метеоризм деген сол, газообразование. Пучит животных. Метеоризм пучит почту. Қампиып кетті. Аускультация деген неме ол? Біз жаңағы фонендоскоптан тыңдаймыз да. Фонендоскоп болмаса просто құлағымызды тақасаң ішіне ешқандай не болмайды. Сосын колоноскопия дейді, ол бәрі колоноскопия деген ол бәрі неде да, уже неде өткізеді. Больницада колоноскопия деген. Ол колоноскопия өткізген кезде оның тоже проблема бар екен проблемасы. Колоноскопия. Обычно, оказывается, колоноскоп былай кіргізеді, оны тікшектен. Ол может мына жерде тұрып қалады екен. Ары қарата жүрмейді екен, потому что мына жақта бәрі завал. Или может басында завал болды. Көрдіңіз бе? Басында завал болды. Сосын тағы жедел жәрдемде не білесіңдер? Не оқыдыңдар кешеден бері? Қандай көмек көрсетеміз? Маған ертең кешке дейін жазып. Науқасқа тыныштық беру, сосын не, ағай? Айта берейін ба? Мында неткен ғой, спазм басу керек деген, бірақ көбіне ішек ауырсынған кезде, ешқандай дәрі де ештеме бермей, құсса құсуын тоқтататын дәрі, мысалы атропинді беріп, жедел неге госпитализацияға жатқызу керек деген, былай іш ауырғанда аппендицит басқа андай симптомдар нақты көрінбей қалады делінген. Тоқ шектінде қабыну процесс қараңыз ғой, мысалы, если егер латинше білмесек те, ертең сендер келеді, мысалы, диагноз келеді, допустим. Панколит. Полностью пан деген бәрі да, как панкардит, жүректің бәрі қабықтары қабыну процесс жасау панкардит дейді, да. Если тоқ шектің бәрі қабаттары жасау панколит дейді. Трансверзит дейді. Только мына жағы да, трансверзис қабыну процессіне ұшырайды. Сигмоидит, только сигмасы ұшырайды. Тифлит ол мынау, мен айттым, бір сабақта сендерге. Тоқыршақ ол цекум, и еще тифлон. Тифлон дейді, сондықтан тифлит. Ручной тиф. Паратиф, естіген шығарсыңдар. Осы жерде. Проктит ол міне тікшек, да? Проктос ол ана тесігі. Анус и грекше проктос. Сондықтан ол проктит қабыну процесі. Парапроктит маңайында қабыну процесс. Осы жерде. Сондықтан біз білу керек. Тифлон, колонасценность, трансверзус, сначала трансверзит шығады воспаление, сигмадан шығады сигмоидит шығады, тікшектен проктит. Проктит, проктолог, врач болады специально. Жақсы маман бар, проктолог, осы жерде зерттейді, осы жерде емдейді, потому что екінің бірінде геморрой, проктит, парапроктит, свищи, да, очень проблемная зона.
колиттің де ешкім емес. Оказывается, знаете, болезнь, вот, біз айтамыз, радиация Қазақстанда өте жоғары деп айтамыз ғой, да, радиация Қазақстанда. Неше 456 рет жарды да атомды Семей полигонында, аябызда. Соның 116 жер бетінде. Міне қараңдар экранға. Толстый кишечник очень восприимчив к ионизирующим излучениям, радиацияға и лучевой колит. Біз мысалы бізде ауыл жақта көп адамдар ауырады ғой колиттен. Колит, потом язва, язвенный колит, потом не. Именно қан тамырларына зақым тиеді екен, и потом рак.